Бүгін біз сөз ететін оқиға бұл арнадағы әдеттегі хикаяларға қарағанда сәл қысқарақ. Алайда мен бұл оқиғаны айналып өте алмадым. Себебі ол шынымен де ерекше. Оқиға Луз Куайвас есімді қыздан басталады. Бұл оқиға орын алған кезде Луз күйеуімен бірге Филадельфияның қарапайым, ештеңесімен ерекшеленбейтін жұмысшылар тұратын ауданында өмір сүріп жатқан еді. 1997 жылдың 15 желтоқсаны әдеттегі күйбең тіршілікке толы күндердің бірі болатын. Оған дейін 10 күн бұрын Луз үшін үлкен қуаныш орын алған еді. Ол дүниеге сәби әкелді. Бұл оның үшінші баласы әрі тұңғыш қызы болатын. Сәбиге Делимар деген есім берілді. Кешкі астан соң Луз кішкентай Делимарды екінші қабаттағы бөлмеге ұйықтатты да үй шаруасына қайта кірісіп кетті. Ал оның күйеуі Педро сол уақытта сыртта жүрген. Ол өзіне немере қарындасы болып келетін Каролинның көлігінің тежегіштерін жөндеуге көмектесіп жатқан еді. Луз бірінші қабатта үй жинап жүрген еді. Кенет құлағына сарт еткен қатты дыбыс естіліп, мұрынды жарып өтетін күйік иісі сезілді. Дереу үстіңгі қабатқа қарай жүгірді. Жаңадан туған қызы жатқан бөлмеден өрт шыққан. Бірақ қою түтін мен жалын оған ішке кіруге мүмкіндік бермеді. Луз бірден екі ұлын алып сыртқа жүгіріп шықты. Көшеге жеткенде ол шырылдап көмек сұрап айғайлады. Не болғанын аңғарған Педро да босанғанына көп болмаған нәрестесі Делимар жатқан бөлмеге ұмтылды. Алайда бұл кезде өрт өршіп, жалын күшейіп кеткен еді. Ол бірінші қабаттан әрі салмады. Көп ұзамай оқиға орнына өрт сөндірушілер жетіп келді. Жалынды толық сөндіруге шамамен 15 минут уақыт кетті. Алайда өкінішке қарай бүлдіршін Делимар бөлмеде жоқ еді. Ішінде болған дүниенің бәрі күлге айналып кеткен. Соның ішінде бәлкім кішкентай қыздың да күлі қалған болар. Қайғыдан есі ауысқан Луз көз жасына ерік беріп, жан даусымен айқайлады. Жоқ, мен сенбеймін. Мен жүгіріп барған кезде ол бөлмеде жоқ еді. Айналасындағылар үшін бұл сөздер әйелдің бастан өткерген шок пен күйзелісінен туған сандырақ секілді естілді. Әрине, ешкім бұл сөздерге байыппен қараған жоқ. Арадан бірнеше күн өткен соң, жүргізілген тергеу жұмыстары өрттің шығуына басты себеп сәбидің бөлмесіндегі ақауы бар жылытқыш деген қорытындыға келді. Ал кішкентай қыз тергеушілердің айтуынша бөлмеде қалып өрт ішінде жанып кеткен. Бірақ Луз бұл тұжырымға сенуден үзілді-кесілді бас тартты. Ол қайталап айта берді. Мен ішке жүгіріп кірмек болғанда бөлмеде ешқандай сәби болмаған. Делимар сол жерде жоқ еді деп. Бұл сөздердің еш қисыны жоқтай көрінді. Небәрі 10 күндік нәресте өздігінен бөлмеден шығып кете алмайтыны анық еді. Дегенмен, Луз өз айтқанынан қайтпады. Ол тіпті қызының қазасына сенбегендіктен жерлеу рәсіміне де қатысудан бас тартты. Қалай болғанда да, Луз бұл жағдайды ақырындап қабылдауға мәжбүр болды. Қызынан айырылғанына 6 жылдан астам уақыт өткен еді. Осы уақыт ішінде әйел жүрегіндегі жараны көтеріп, бұл қайғыны ішінде бүгіп, тағдырға бойы ұсынғандай күйге жеткен. Сөйтіп, оқиғаның ең маңызды кезеңі 2004 жылдың 29 қаңтары. Бұл күн бүкіл хикаяның бағытын түбегейлі өзгерткен шешуші сәт болды. Осы күні Луз кіші ұлымен бірге ұлының досының туған күніне барған. Бұл түрлі жастағы балалар жиналған кәдімгі мерекелік кеш болатын. Бір сәтте Луздың көзі бір қызға түсті. Қыздың есімі Алия. Луз оның жүзіне қарап тұрып, өзін көргендей күй кешті. Қызығы, ол бұл қызды өмірінде алғаш рет көріп тұрса да, жүрегін ерекше бір сезім биледі. Түсініксіз, бірақ өте анық бір түйсік. Бұл менің қызым болуы мүмкін. Сол 6 жыл бұрын жалындап кеткен, өліге саналған, жүрегінің түбінен ешқашан өшпеген сәбиі. Осы сезімге бой алдырған Луз қызға жақындап, оны өзіне шақырды. Ол қызға, шашыңда сағыз қалып қойыпты, мен алып тастайын, жарай ма деді. Бұл сөз жай ғана сылтау еді. Шын мәнінде Луз ешкімге байқатпай, қыздың шашынан бірнеше тал жұлып алып, оны қағазға орап сөмкесіне салып қойды. Осыдан кейін Луз жергілікті депутат Анхел Крузға жүгінді. Әрине, оның айтқан әңгімесі ақылға қонымсыз, Голливуд фильмінен алынған сценарий секілді көрінді. Бірақ соған қарамастан, депутат Луздың ішкі жанайқайын елемей қоя алмады. Ол көмектесуге келісім берді. Анхел Круз полицияға ресми түрде өтініш білдіріп, Луз алған шаш талшықтарына ДНК сараптамасы жасалуын талап етті. Нәтижесі барша жұртты таңғалдырды. Луздың ана жүрегі алдамаған екен. ДНК талдауы балалар кешінде жүрген Алия есімді қыз. Шынымен де 6 жыл бұрын өртте көз жұмды деп саналған
Луздың туған қызы Делимар екенін дәлелдеді. Бірақ мұндай жағдай қалай мүмкін болды? 6 жыл бойы бұл қыз кімнің қолында өсті? Кімді ана деп білді? Делимармен бірге өмір сүрген әйел кім? Қандай шындық жасырулы? Жауабы көпшілікті таңғалдырмай қоймады. Бұл адам Кэролин, Луздың күйеуі, Педроның немере қарындасы. Дәл сол күні, яғни өрт болған күні, Кэролин Педродан көлігінің тежегішін тексеріп беруін сұраған. Осылайша ол Луз бен Педроның үйіне еш күмәнсіз кіріп іште жүрген болатын. Педро көлікпен, ал Луз үй шаруасымен әлек болып жүрген сәтте, Кэролин ешкімге білдірместен терезе арқылы кішкентай Делимарды бөлмеден алып шықты. Артынша сол терезе арқылы қайта кіріп, бөлмені әдейі өртеп жіберген. Сосын тағы да сол жолмен терезе арқылы үн-түнсіз үйден кетіп қалған. Енді бәрі айқын болды. Луздың «қызым бөлмеде жоқ еді» деген сөзі жай ғана күйзелістен туған сандырақ емес, шынайы ақиқат болды. Ал енді ең маңызды сұрақтың бірі, Кэролин айналасындағы адамдарға бұл сәбиді қалай түсіндірді? Педроға, яғни өзінің немере ағасына келер болсақ, Кэролинмен араларында ешқашан жақын қарым-қатынас болмаған. Сол оқиғадан кейін екеуі мүлде сөйлескен де емес. Сондықтан Кэролинге оған ештеңе түсіндірудің де қажеті болмады. Ал қалған адамдарға келсек, бұл жерде екі түрлі болжам бар. Бірінші, Кэролин жүктілік кезінде өзін босанатын әйел сияқты көрсетіп, барлығын алдын ала жоспарлаған. Ол ішін таңып, жүктілікті қолдан жасап, босанғандай кейіп танытқан. Екінші, Кэролин расымен де жүкті болған, бірақ түсік тастап қойған. Ал осы қайғыдан кейін ол Делимарды ұрлап, өз баласы ретінде алып кеткен. Қалай болған күнде де, Кэролин ақыры сот алдында жауап берді. Ол қамауға алынып, 9 жылдан 30 жылға дейінгі мерзімге сотталды. Алайда, интернеттегі мәліметтерге сүйенсек, 2013 жылы Кэролин түрмеден шартты түрде мерзімінен бұрын босатылған. Ал Делимарға келер болсақ, оның жағдайы әлде қайда күрделі еді. Бастапқы кезеңде онымен дәрігерлер, психологтар тығыз жұмыс істеді. Өйткені 6 жасқа толған қыз бала үшін өмір бойы анам деп келген әйелдің шын мәнінде бөтен адам екенін қабылдау оңай соқпауы анық. Уақыт өте келе, бәрі орнына келе бастады. Делимар Лузды өзінің туған анасы ретінде қабылдады. Екеуі бірге өмір сүре бастады. 2008 жылы осы ақылға сыймайтын, бірақ шынайы оқиға негізінде «Пропала маленькая девочка» жоғалған кішкентай қыз атты көркем фильм түсірілді. Сол фильмнің премьерасына Луз бен Делимар арнайы шақырылып, бірге қатысты. Бүгінгі таңда Делимар 24 жаста. Оның Instagram парақшасындағы суреттеріне қарағанда, ол анасына қатты ұқсап өскен. Қазір ол өз отбасын құрған. Күйеуі мен сәбиі бар. Құрметті оқырман, сіздердің әрбір басқан үлпілдеріңіз бізді шабыттандырады. Арнаға жазылып, өз пікіріңізді қалдырыңыз. Келесі оқиға сіздің қолдауыңызбен жарық көреді.